Қазақ бокс әлемдік аренада жоғары беделге ие. Қайсар мінезді қазақтың жігіттері әуесқой бокс болсын, кәсіпқой бокс шаршы алаңы болсын, өздерінің шеберлігі жоғары, шоқтығы биік екенін мойындатып келеді. Жастардың да бұл спорт түріне қызығушылығы жоғары деп нық сеніммен айта аламыз. Себебі үлгі тұтарлықтай ұлт ұландар бар. Қазақ боксын әлемге танытқан, қазақ туын әлемге желбіреткен біздің нар тұлғалы боксшыларымыз Ермахан Ибраимов, Бекзат Саттарханов, Геннадий Головкин, Бейбіт Шүменов, Қанат Ислам, Данияр Елеусінов, Серік Сәпиев. Міне осы спортшылардың атын ерекше айтып кетсек болады. Қазақ боксы тарихында үлгі тұтарлықтай азаматтарымыздың бірі Ермахан Ибраимов. Ермахан Ибраимов 2000 жылғы Сидней олимпиадасының чемпионы, Атланта олимпиадасының қола жүлдегері, бүгінде қазақ боксының даму жолында тер төгіп келе жатқан азаматтарымыздың бірі. Бекзат Саттарханов қазақ боксы тарихында құйрықты жұлдызды ағып өткен жас талант. 2000 жылғы Сидней олимпиадасының чемпионы. Серік Сәпиев 2012 жылғы Лондон олимпиадасының чемпионы, қазіргі таңда Астана Арланс бокс клубының директоры қызметін атқарып келеді. Қанат Ислам кәсіпқой бокста қазақ елінің абыройын асқақтатып жүрген отандасымыз, біршама кездесулер өткізіп, барлығын жеңіспен аяқтаған боксшымыз. Геннадий Головкин кәсіпқой бокста ел абыройын асқақтатып жүрген боксшы, біршама чемпиондық атақтарға ие. Бейбіт Шүменов кәсіпқой бокста ел намысын 2007 жылдан бері қорғап келеді, супер чемпион атағын иеленген боксшы. Данияр Елеусінов бокстан Қазақстан құрамасының капитаны, айпа таңдауымен 2 жыл қатарынан әлемнің үздік боксшысы атанған біздің үлгі тұтарлықтай ұлт ұланымыз.